Сәлем достар, сіздермен бірге Блокси. Біз бүгін өте қызық тақырыпта видео түсіретін боламыз. Ал мынау менің қасымдағы Раяна. Раяна, барлығына сәлем деп қой. Барлықтарыңа сәлем достар. Ал біз бастаймыз. Раяна менен 5 жасқа кіші, яғни ол менің сіңілім. Ал біз қазір екеуміз бірге сабаққа барамыз. Мен 10 сыныпқа барам, ол 5 сыныпқа барады. Яғни ойында. Біз ең алдымен тамақтанып аламыз. Ең алдымен мен сіздерге өзімнің бөлмемді барлығын көрсететін боламын. Кеттік ендеше. Мынау менің бөлмем, өзіме қатты ұнайды. Кең әрі өте үйлесімді түстермен жасалған. Мен бірінші сабаққа киінбес бұрын сүт ішкенді жақсы көрем. Қазір сүт ішіп алып, сосын сабаққа барамын. Қараңдар. Мен негізі шоколад құлпынай араласқан сүттерді қатты жақсы көремін. Мен Раянаға сондай сүт әкел деп едім, бірақ ол кәдімгі сүт әкеліпті. Жарайды, осыны ішіп сабағыма барайын. Айтпақшы, бүгін сабақ 1 сағаттан кейін басталады. Оға дейін біз тамақтанып алуға болады. Раяна, сен дастарханды әдемілеп жасап қойшы, мен мына жерде отыра тұрайын. Өтінем. Жарайды. Рахмет. Достар, осы видео 100 лайк жинаса, біз тағы да өте қызықты тақырыпта видео түсіретін боламыз. Сондықтан да қолдап жүріңіздер. Дастарханды осы жерге жасай бер, ас жаққа жасамай қой. Жарайды. Бутербродты қатты жақсы көрем. Вау, Раяна молодец. Қараңдар, қандай етіп дастарханды жасап қойған. Жарайсың. Рахмет саған. Тамағыңда өте дәмді болыпты. Судан да ішіп отырсайшы. Әрине, рахмет. Өте дәмді болыпты, ас болсын. Саған да ас болсын, рахмет. Біздің де сабағымыз бүгін түсте басталатын болыпты. Жаңа бізге мұғалім айтты. Қайта жақсы болды. Енді мен кішкене тынығуға уақыт бар. Сабағыма түстен кейін барам. Ой, жақсы болды ғой, мен де сондай уақытта баратын болдым ғой, екеуміз бірге шығып кетерміз. Я, әрине. Раяна уже ұйықтап қалған ба? Қызық. Сағат қанша болды? Түскі 2? Не? Кешіктім ау, тезірек киінейін сабаққа. Мен холодильниктен бойым ұзырақ тұрушы еді. Неге одан сәл кішірек болып тұрмын? Қызық. Барып тезірек киінейін. Мен бір түрлі болып тұрмын. Бойым кішіріп қалған ба? Сондай болып тұр. Мен бойым ұзынырақ еді. Неге бойым кішіріп кеткен? Соны түсінбей тұрмын. Әлі өзіме солай көрініп тұрма? Қызық. Мыналардан мен бойым ұзын еді, мына шкафтан кеп тұр бойым. Боптыз. Ештеңе етпес, мен өзіме солай көрініп тұрған шығар мүмкін. Бірақ қызық. Мыналардың барлығы менен дәу болып тұр. Мен кішіріп кеткенмін бе? Сондай бір сезім болып тұр. Әпше, болдыңыз ба? Бірге шайық. Ой, бойыңызға не болып кеткен? Менен де кіші болып кеткенсіз бе? Қалай сонда бұл? Сіз менен 2 есе үлкен едіңіз ғой бойыңыз. Неге бойыңыз кішіріп кеткен? Не болып кеткен бойыңыз кішіріп кетіпті ғой? Бұлай болмайды. Сіз тура менің сіңілім сияқты тұрсыз. Қалайша мен сенен кішкентаймын? Шынымен бе? Тоқта, бұл қалай бұл? Мен сенен ұзынмын ғой, мен сенен 5 жастаумын. Сенен бойым 2 есе ұзын еді. Мен қалай сенен кішкентай болып кеткенмін? Әпше, сіз менің қасымда 1 сыныптың оқушы сияқты болып тұрсыз. Мен әпшем деп кім айтады?
Бұл қалай болғаны? Менің бойым қалай кішіріп кеткен? Мен өзім де байқамаппын бойымның кішіріп кеткенін. Сонда мен шынымен де кішіріп кеткенмін бе? Жоқ, бұл қалай бойдың кішіреуі? Мен сабаққа қалай барам? Кішкентай болып, сыныптастарым да күлетін болды ғой. Не істеймін? Сабаққа барайын ба, бармай қойын ба? Бойым неге кішіріп кеткен? Мың сұрақ тұр басымда. Не істеймін? Қалайша мен өз сіңілімнен екі есе кішкентай болып кеткенмін. Тура бірінші сыныптың оқушы сияқты болып кеткем. Мен 10-шы сынып оқиды деп мына боймен ешкім айта алмас. Мен сізді сіңілім деп айта берсем қалай болады? Сіңілім, жүр сабаққа, кешігесің. Уже мені мазақтап жатыр. Бол, қарасай бойымызда, жер мен көктей. Ужас, маған не айтып тұр? Бол, кеттік сабаққа, кешігесің. Мен сені сабаққа емес, садикке апарам. Не? Сен мен мазақ қылып тұрсың ба? Бол, тез. Мәссаған, мүлдем түсіне алар емеспін не болып жатқанын. Бұл қалайша? Өнім бе, түсінбе? Неге бұл жерде тұрмыз? Мектеп ана жақта ғой. Енді сен садикке барасың ғой, балабақшаға. Мына бойыңмен қалай сен оқисың? Мен тым кішіріп кеткенмін бе? Мен тіптен кішкентай болып кеткенмін. Мәссаған, маған не болып кеткен? Сау бол. О, жоқ. Мені балабақшаға қалдырып кетті. Әрине, бірақ мынандай боймен мен қалайша мен мектепке барам? Жоқ, мен кеттім. Үйге тезірек үйге бару керекпін. Мен өз көзіме өзім сене алар емеспін. Бойым бара-бара кішіріп бара жатыр. Бойым тіптен кішір болып кеткен. Мәссаған. Бұл менің жақсы көретін киім дүкенім ғой. Өзіме киім алайыншы. Мәссаған. Жаңадан киімдер келген бе? Вау. Мынаны алсам. Сен кішкентайсың ғой. Ата-анамен келдің бе? Біз саған өзіңе бере алмаймыз. Ата-анаң қай жақта? Бір өзің неге жүрсің? Мен үлкенмін ғой. Менің жасым да үлкен. Сіз маған не деп тұрсыз? Мен түк түсіне алар емеспін. Сен қызыммен ойнап тұрған шығарсың. Ойбай. Бұл менің түсім бе? Мәссаған. Алақай, бірақ қуанып тұрмын мен түсім екеніне. Қатты қорқып кеттім. Қаны бойымды көрейінші. Барлығы өз қалпында. Қатты қорқып кеттім ғой. Бұл менің жай ғана түсім екен ғой. Бәсе, қатты қорқып кеттім. Қызық болды. Достар, сендерге ұнады ма? Комментарияға жазып кетіңдер. Бұл менің жай ғана түсім екен. Мен сондай қуанып тұрмын. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңдар, достар. Сау болыңдар. Лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңдар. Ал мен кеттім, Райнаға барып келейін. Сау болыңдар. Бір жағынан түсінбей қалдым қорқып, ал бір жағынан қуанып тұрмын. Себебі бұл менің жай ғана түсім екен. Ал сау болыңдар.